Сәлем достар, арнама қош келдіңіздер. Мына өлеңді білесіздер ма? Бұл кино менің бала кезіндегі өте көп көрген кином. Ал бұл кинодағы ойнаған ән, ол менің бала кезіндегі көп тыңдаған әнім. Бұл өлең P.D.D. I'll be missing you деген өлең. Ал қазір ол әлемді басқаша шулатып жатыр. Бұл видеоның шығуына себепші болған бір көрермен бар. Әрбір шыққан менің видеоролигім астында ол осы тақырыпты көп сұрай берді. Ал кеттік. Мүмкін емес және фантастикалық айғай-шу Шон Диди Компсон деген рэпермен соңғы кезде таралып кетті. Бір сөзбен айтсақ, осы уақытқа дейін хип-хоп жанрының ең мощный әншілерінің бірі. Қалтасында Голливудтың жартысы болған. Көп жылдар бойы топ селебритиде орын алған жігіттің маскасы шешілгендей. Өзінің атағын криминалдық империя құрып, бопсалаумен, адам сатумен және секс индустриясымен және тағы басқа арқасында алды делінеді. Өзінің зұлым қара жағын ашумен бола, басқа Голливуд жұлдыздарының маскаларын шешуге жақын қалғандай. Шон Дидидің айтуынша бәрін айтады, жақында, егер оған көмектеспесе. Осы мәселелер жұлдыздың өмірінің тура ортасында орын алды. Осыған көп адам араласқан, ал шындығы енді білінді. Қалай ол Шон Диди Голливудтың жартысын ұстағаны, қандай жаман нәрселерді көп жылдар бойы істегені, ол адам, егер айыпталу себебіне сенсек, адам емес, нағыз монстр. Оның зұлымдық оқиғасын және танымал жұлдыздардың ішінен бірінші болып кімнің артын ашады. Бүгін толығымен осыны талқылап көреміз. Қызық болса лайк басыңыздар, қызық емес болса дизлайк басыңыздар. Сөйтіп, осы жылдың қыркүйек айында Шон Диди Компсонға бірнеше айып тағылды. Оның ішінде адам сату, рэкет, түрлі адамның еркіне қарсы істер. Қалай дегенмен оның зұлымдық өмірі ұзақ екен. Даже 90-шы жылдарда. Неге екені кино, музыкада Голливуд оның істеген зұлымдықты біліп, көздерін жұмып жүре берген. Айтпақшы, осы айғай-шу бастала сала 50 Cent және Netflix Шон Диди жайлы деректі фильм түсірмекші. Осы оқиғаларды бәрі білген дегенге дәлел осы. Көп жылдар бойы үндемей енді сериал шығарады. Өткен жылдың соңы және осы жылдың мамыр айында CNN ғаламторға видео салады. Шон Дидидің сол кездегі қызына байланысты. Артынан Шон Дидиге өте жаман, мүмкін емес айыптар тағылды. Мысалы, ол нағыз транснационалды әйелдерді сату. Бірақ жоғарыда айтылғандай, Голливуд осының бәрін біліп, көз жұмды. Кішкене артқа оралсақ, империяның негізін қалаушы продюсер Шон Диди осы зұлымдықтарды 20 жылдан астам уақыт бойы істеген екен. Осылай 1991 жылы баскетбол команда құрамасы мүшесі Нью-Йорк қалалық колледжінде 9 адам қайтыс болып, 29 адам қаза тапқан. Ол кезде 2000-ға жуық адам сиятын жерге 2 есе көп адам келген. Концерт кезінде есіктер жабылып, ал сыртында қалған адамдар есікті сындырып, ішке кіріп, итеріп, быт-шыт болады. Осы себептен Шон Диди жай ғана ескерту алды. Әрине, атақ, таныс көмектесті. 1995 жылы Шон Диди және оның достары тоже рэпте жүргендер гангстерлерге ұқсас. Түнгі клубта атыс жасайды. Соның кесірінен клуб күзетшісі қайтыс болады. Шон Диди оған еш қатысым жоқ деп айта бастайды. Негізі осы оқиғалар келе қатысты екенін бәрі біледі. Әрине үлкен ақша, үлкен таныс көмектесті. 1998 жылы Шон және тағы 2 досы Стив деген жігітке жабылады. Артынан музыка менеджері қателесіп, музыка клипін жіберудің орнына сол төбелестің видеосын студияға жіберіп қояды. Музыка продюсері Шон және тағы 2 Нью-Йорктегі офиске келіп, бутылка шампанскиймен маған жабылды дейді. Осы зұлымдықтың кесірінен тағылған айыптардың жұлдыз достары көмектеседі деп сенеді. Әйтпесе бәрінің бетін ашамын дейді. Келе жатқан сот кезінде үлкен жұлдыздардың маскасын шешемін дейді. Кімдер жайлы айтылып жатқан әзірше белгісіз.
ешқандай есімдер айтылмайды. Бірақ бір адамдар, оның ішінде Леонардо Ди Каприо, Уилл Смит, Гвинет Пэлтроу есімдері айтады. Бұл шынымен солар ма, олар емес па белгісіз. Айтылған жұлдыздар жай ғана ұзын құлақтан таралған. Әрине, Голливуд селебрити ішінде есімдер өте көп сияқты. Сөйтіп, оқиға өте қараңғы және сұмдық болайын деп тұр. Шон Дидидің зұлымдарын айта берсек, көп уақыт алады. Осымен бітті достар. Арнаға тіркеліп комментарий қалдырыңыздар. Қазақша YouTube дамысын.